Құрметті көрермен, өнердің ішіндегі қадірлісі де, қасиеттісі де көркем әдебиет. Бальзак сөз өнерін бар өнердің басы, өнер атаулының ең қиыны және күрделісі десе, Белинский ең жоғарғы түрі деп бағалайды. Сондықтан ғажайып шығарма ол бір қаламгердің ғана туындысы емес, бүкіл бір ұлттың байлығы, одан әрі адамзаттың асыл қазынасына айналады. Бүгінгі көркем әдебиет жайлы сұхбатымызға белгілі әдебиеттанушы, прозаик әрі сыншы, өлеңдері ағылшын және қытай тілінде жарық көрген ақын Ардақ Нұрғазыұлын арнайы шақырып отырмыз. Қайырлы таң, Ардақ, қош келдің студиямызға. Ардақ, бүгінгі таңда әлемдік әдебиет саласында Нобель сыйлығына ие болған Қытай, Жапон, түрік жазушыларының шығармаларын оқып, танысуға мүмкіндік алып жатырмыз. Сол шығармаларды оқи отырып, осы өзіміздің қазақ әдебиетінде Нобель сыйлығына лайықты шығармалар бар екеніне іштей өзің көз жеткізесің, бірақ сол деңгейге көтеріле алмай келе жатырмыз. Неліктен деп ойлайсыз? Бұның себебі бастысы аудармадан. Біздің әдебиетіміз көп жағдайда орыс тіліне ғана аударылған. Батыс еуропалық тілдерге, әсіресе ағылшын, француз, неміс, швед тілдеріне аударылған жоқ. Бұл енді басты кемшілік деп ойлаймын. Сондықтан да бүкіл Нобель сыйлығы енді үлкен әлемдік сыйлық болғандықтан оның басты шарты әлемдік деңгейде танылған авторларға беріледі. Ал енді ондай танылу деген сөз көп тілге аударылу, әсіресе батыс мемлекеттеріне, үлкен тілдерге аударылу басты шарт болып есептеледі. Сондықтан сондай аударма деңгейіміз жетпей жатқандықтан біздің былайша айтқанда әдебиетіміз танылмай жатыр. Біз Нобель сыйлығынан алыс тұрған себебіміздің басты факторы осы. Бірақ біздің сол керемет ақын жазушыларымыздан үлкен аға буыннан кімдерді атар едіңіз өзіңіз? Кеңес әдебиеті тұрғысынан айтқанда, кеңес әдебиеті кезіндегі біздің танылған ақындарымыз бен жазушыларымыздан Нобель сыйлығына алады деп мен өз басым енді кесіп айта алмаймын. Басты себебі, өйткені кеңес әдебиеті белгілі бір шеңбердің ішіндегі әдебиет болды. Жалпы батыстық әдебиет танушылар болсын, Нобель сыйлығының зерттеушілер болсын, жалпы кеңес әдебиетін солай деп қарайды. Мысалы, кеңес әдебиетінің ең жарқын үлгісі Шыңғыс Айтматовқа неге Нобель сыйлығы берілмеді? Өйткені ол белгілі бір шеңбердің ішінде дейді. Ал батыстық әдебиеттің танымы бойынша болғанда әдебиет чексіз кеңістіктерге ұмтылу деп қарайды. Мысалы, бүйтіп айтады ғой, Нобель сыйлығына берілген жазушылардың көбіне ортақ бір қасиет, өмірмен, қиялмен өмірді тоғыстырып, қиялдағыдай сан қырлы әлем кескін деп дейді. Бұл жерде өмірді біз, мысалы, қазақ жазушылар да өмірді жақсы жазады. Бірақ қиял дегенге келген кезде, былайша айтқанда социалистік реализмнің кезіндегі шеңбері біздің жазушыларымыздың қиялын тежеп тастағанда, біздің бүгінге дейінгі мәтініміздің көбінде былайша айтқанда шеңбердің ішінде қалушылық басым. Бірақ сол әлемдік әдебиеттен, сол Қытай, Жапон, түрік жазушыларының Нобель сыйлығын алған шығармаларын оқи отырып, мынадай бір түсінік қалыптасатын секілді. Ол бәрібір әлемдік саясатқа қатысы бар шығармалар болып шығады. Нобель әдебиет сыйлығында саясаттық фактор бар, бірақ ол ең алдымен әдебиетке беріледі. Мысалы, түрік жазушы Орхан Памукқа берді. Ол түрік қоғамы дегеніміз батыс еуропалық қоғам мен азиялық мәдениеттің екеуінің тоғысқан бір жағдайда. Ол тоғысуда, саясаттың тоғысуда, мәдениеттің тоғысуда, тіпті үлкен қақтығыстардың да тоғысуда. Осы адамзаттың мәдениеті өзі 4-5 үлкен жүлгедік, діндік тұрғыдан, мәдениет тұрғысынан тоғысып келеді. Сонымен бірге біздің бүгінгі дейінгі дамушылығымыз болды. Бұл барыста соғыста болды, қақтығыста болды. Бірақ адамдардың келісіп өмір сүруі бәрібір орын алды. Осы келісім өмір сүруді ол әдебиет арқылы бейнеледі. Сол тұрғыдан айтқанда оның шығармаларында, мысалы, біз Орхан Памуктың көптеген шығармасын әлі зерттей қойғанымыз жоқ. Жеке жазушылар оқыған болуы мүмкін, бірақ ол түп мағынасынан зерттелген жоқ. Егер зерттесек, біздің әдебиетпен ортадағы фарқ анық көрінеді. Енді күні кеше ғана елбасы қазақ мемлекеттілігінің 550 жылдығын келесі жылы тойлаймыз деген ой айтты. Соған қарағанда меніңше ақын жазушыларға үлкен бір серпін келетін секілді. Біздің әдебиет біздің тарихымыз өте күрделі және нағыз әдебиетке жазуға тұнып тұрған тарихта. Мысалы, біздің басымызда адамзаттың басына төнген, өткен ғасырда төнген еврей ұлтын қуғындаған сияқты, қазақты да былайша айтқан кезде рухани аштыққа, саяси қуғын сүргін düşеді. Бұның өзі үлкен тақырып. Одан қалса біз әлемде ең үлкен қасіретке ұрынған Жапон халқы сияқты біз ядролық былайша айтқан кезде қасіретке кешірген халқымыз. Біздің топырағымызда, біздің
рухани піріміз, былайша айтқанда үлкен тұлғамыз Абайдың топырағында 490-нан артық жердің астында, жердің үстінде ядролық жарылар. Бұл үлкен қасірет бұл. Осы қасіретті жазу керек. Мысалы, біздің жазушылардан Роза Мұқанова. Сол кісінің шығармалары осы тақырыпқа жазылғанда, мен өзім ойлаймын. Ол кісі енді алдағы жылдарда енді бір 20 жылдың төңірегінде бәрі сәтті болған жағдайда біздің қазақ әдебиетін үлкен деңгейге шығарады, батысқа танылатын, бізді Нобель сыйлығына дейін баратын жазушы болады деп ойлаймын. Өте жақсы. Қадамын сәтті жүре алған жағдайда. Өзіңіз Ардақ бірнеше өлеңдер жинағын шығарған ақынсыз, енді қазіргі заманғы поэзияға қандай баға берер едіңіз? Біздің бүгінге дейінгі әдебиет пен поэзиялық көзқарасымыз бір биікке шығып алған. Ол шығамын, мысалы Абайдан қалыптасқан біздің жазба әдебиетіміздің, жазба поэзиямыздың деңгейін ең жоғары деңгейге көтерген 60 жылдардағы ақындар болды да, мысалы Жүмкен Әбжінен, Мұқағали Мақатаев. Бұлар мына әдебиеттің дамуында мәтіннің тұрақтылығы деген болады. Ол мәтіннің тұрақтылығы деген сөз, мысалы Абай поэзиялық мәтінді қалыптастырды, бірақ мысалы Абай қалыптастырған 8 аяқ кейін дамымай қалды. Бірақ басқа үлгілер дамыды Абайдың жазған. Осы үлгілер дамып Мұқағалилардың, Жұмекендердің дәуіріне келгенде қазақ әдебиетінің, қазақ поэзиясының мәтіндік тепе-теңдігі пайда болды да. Бұл деген сөз, мысалы, ой мен сезімнің тұтастығы. Мысалы, сіз Мұқағалидың шығармаларын оқыңыз. Оның жақсы өлеңдерінде ой мен сезім қабыс келген. Ал енді ондай жаза алмаған, ондай деңгейі көтерілмеген, былайша айтқанда деңгейі төмендеу ақындарда не ой басымды қалып кетеді, не сезім басымды қалып кетеді. Ал енді Мұқағалидың сондай деңгейі көтерілуі біздің 60 жылдарда қазақ поэзиясының белгілі деңгейде былайша айтқан кезде биігіне шыққанын көрсетеді да. Бірақ заман өзгеріп кетті. Ол тепе-теңдік бұзылып кетті да. Қазір ешкім де Мұқағалидай жаза алмайды. Өйткені заман да өзгерді, талғам да өзгерді. Өзгеріп кеткеннен кейін енді біз екінші тепе-теңдікті іздеп келе жатырмыз. Меніңше, бірақ сонда да Ардақ, сол поэзия жанры басқа жанрларға қарағанда жақсырақ дамыған секілді. Ол енді былай оқырман тұрғысынан солай болуы мүмкін. Бірақ енді мәтін тұрғысынан, сен поэзияны зерттеу тұрғысынан алғанда, нағыз зерттеу тұрғысынан алған кезде біз қалыптасқан Мұқағалидардан кейінгі дәуірдің қалыптасқан шығармасын әлі тудыра алмай келе жатырмыз да. Ол тудыру деген сөз ой мен сезім былайша айтқанда мәтінде анық көрініс берген. Мұқағали Мақатаевтың шығармасында ағыс сияқты. Бірақ енді бұл тек қана Мұқағали Мақатаевтың шығармасындағы көшіріп алу деген емес. Сондай бір тепе-теңдікті сақтайтын жаңа дүниеге жету керек та. Енді өзіңіздің қазақтың модернистік поэзиясы деген еңбегіңіз жарық көрді. Қазақ әдебиетіндегі модернизм, постмодернизмнің сипаты қандай? Біз модернизмді қабылдамай жатып, постмодернизмді қабылдап кеттік та. Мысалы, қазақ поэзиясындағы постмодернизмнің алғашқы негізі Мұхтар Шахановтың шығармаларына кезікті. Анау 60 жылдарда. Мына фолктық, мәдениеттің, былайша айтқанда, былай сондай бір әлеуметтік тақырыптарды былай жырлау сияқты. Сондай бір ерекшеліктер бұл Америка ақындарында болған. Мысалы, Генсенверге деген, Улу деген үлкен шығармасы бар. Соның шығармасында саясатты да қосып, барын қосып, белгілі бір шоу сияқты қылып жазу. Бұл енді сондай кез. Ал енді тәуелсіздіктен кейін заман өзгерді, талғам өзгерді, бәрі өзгеріп жатыр. Енді қазір жастарда бар. Өзіңіз әлем әдебиетінде кімдерді бағалайсыз, кімдерді оқисыз? Мен Америка ақындарын үнемі оқимын, қолымнан тастамай, кітап көтеріп жүретін соңымда соларды жүреді қазірге дейін. Мысалы, Томас Элиот, Стивенсон сияқты. Одан соң, енді соңғы кездерде, соңғы 10 жылдың көңіреңде маған көз ойыма ерекшеліккен неміс тілінде жазған еврей ақыны бар, Бауэр Слан деген. Сол кісінің өлеңдері қатты ұнайды, өйткені ол тарихи себептерден адам рухани дүниесіне өте терең барған. Жақсы. Қазір енді қандай шығармашылық жоспарларыңыз бар, нені зерттеп жүрсіз? Поэзияда мынандай ерекшелік бар. Бір үлкен ақын болу үшін сенде белгілі сенде дамушылық болу керек. Мысалы, үлкен ақындардан, әлемнің үлкен ақындарынан емесең, ең кемінде 4-5 баспалдаққа шыққанда, сондықтан адам сен ақын болу үшін белгілі бір саламен айланысқандықтан соның түбіне дейін жету үшін сенде сондай былайша айтқанда жоспар болу керек. Сондықтан мен сол өз баспалдағыммен ақырын сол өзімді дамыту үшін өз баспалдағыммен жүріп келе жатырмын.
Енді мен өзім ойласам, мен енді 2 баспалдағымды түгеткендеймін. Енді 3-ші баспалдағыма қарата еңбек етудемін. Енді ақынды шақырып отырып қалай жыр сұрамаймыз. Мүмкін бір өлең оқып берерсіз. Түс деген өлең. Бұл орыс тіліне де аударылды, ағылшын қытай тіліне аударылды. Жақсы деп айтады. Өзім де жақсы көрем, сол айтайын, оқып берейін. Жоғалттым әлденемді түсіріп қолымнан, қарадым су бетіне, көлеңкеге. Ол да қарап, құшағын ашты маған. Араға балы берген гүлдей, жүзінен тозаң көшіп күлтесі қанатын қақты. Мен содан аспанға қарадым, онда да біреу төбемнен өңілді маған. Өте жақсы. Қысқасынан қайырдыңыз. Ардақ, енді өзіңіздің шығармашылық адам ретінде өлеңдеріңізді іздеп, тауып алып, оқиды деп ойлаймын, оқырман, көрермен. Сондықтан бүгінгі келелі әңгімеңізге рахмет, шығармашылық табыс тілейміз. Амандықта кездесе берейік.